Ұлан қайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасын кең жайлаған қазақ хандығының ішкі тұрақтылығын нығайтып, бір мәміле, бір бітімге келтіретін ата заң аса қажет еді. Жәнібек ханның бел баласы Қасым хан таққа отырған тұста көкейкесті мәселе шешімін тапты. Жаудың басынан оқта, даудың басына тоқтау салған Қасым ханның қасқа жолы қазақ даласын жұдырықтай жұмылдырды. Әділдік пен турашылдықтан бастау алған дала заңы ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, мән маңызын жоғалтпады. 50 жылда ел жаңа. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бас иген дала заңын, баба заңын толықтырып түзету уақыттың айнымас талабы. Қазақ даласына көзін алартып қараған жаумен ғана айқаспай, ел ішінің тыныштығын ойлайтын ер Есім хан билеген 30 жылда ел бірлігі нығайып, Қасым ханның қасқа жолы Есім ханның ескі жолы атанып қайта тұрды. Алтақ жүз әскермен бір түменге қарсы тұрып, атағы жер жарған Салқан Жәңгір ханның тәуке таққа тұрған заман қазақ хандығының алтын ғасыры. Әз тәуке күнтөбенің басында күнде кеңес өткізіп, билер мен батырлардың, жырау шешендердің өрелі ойына құлақ асып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару арқылы мемлекет құрылымын тұтас жүйеге келтіріп, заңдарды нығайтты. Бұдан бұлай қазақ даласы 7 жарғыға бағлады. Алайда бейбіт өмір, алаңсыз күндердің де тынысы тарылды. Көз ашпай, тағдырдың талқысына түскен елдің еңсесін түзеп, үлесін қайтару алаш арыстарының арманы еді. Ызыңдаған шыбыннан балдам еткен заман-ай, бай болса да кедей. Бабадан мирас болып қалған жердің өз иесі, өз заңы бар екенін олар тапты. Бірақ нәубет заман тоқтады. Естілер атылып кетті.
есерлер атағасып кейбірдің айға жеткен заман-ай, бұрынғының тәртібі қайда кеткен заман-ай. Елудегі ағаны бойдақ еткен заман-ай, ер тұрманды жүйрікті жайдақ еткен заман-ай. Енесінен келіні шайдам еткен заман-ай, қырыққа кеп қыз әрең байға кеткен заман-ай. Көп адамдар тек байлық ойлап өткен заман-ай, тойымсыздар екі ұртын майлап өткен заман-ай. Тойымсыздар екі ұртын майлап өткен заман-ай. Тарихың тұр, санаңа өткел тастап. Өз тіліңде сөйлеу, ойлау тоқталған сәттен бастап, бүкіл баба рухымен ұлттық, гендік, ақпараттық байланысың кесілер. Тағдырыңдан атамұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық. Бұл рухи мүгедектік, әрі ұлттық сатқындық. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Ел тосқан түрді келетін менді жайдарым. Сол жылы бірақ әдеттен жырық көрінді шөлік айбарлы. Тоңдырды менің, тоңдырды сені, жел топсам желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Бабалар өлер, балалар келер, аналар берер, гүлденер дала, үрленер қала. Бұдаққа жаңа бір шығам. Құрметті қалайық. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін.